Ибн Аббас, мүміндер күпірлікте табандаған қаскүнем, кәпірлерге тым қатал, ал өзара сондай мейірбан деген аят туралы былай деп түсіндірме береді. Мүміндердің тура жолғылары жаман жолда жүргендерге, жаман жолдағылары тура жолдағыларға дұға қылады. Жаман жолдағылар тура жүргендер жөнінде уа жаратқан Алла, оған берген жақсы сипаттарды арттыра көр, оны сол жақсы жолда бекем қыл. Бұл жақсы ақлақтан бізге де нәсіп қыла көр дейді. Ал тура жолғылар әлгілер жөнінде уа жаратқан Алла, оған тура жолды көрсет, оны күнәлардан қайтарып кешіре көр деп дұға қылады. Мұсылманның тағы бір міндеті өзі қалаған нәрсені басқа мұсылманға да қалауы. Нұғман ибн Басир баяндайды. Алла елшісі мүміндер бір-бірін жақсы көріп, бір-біріне мейірімділік қылу және өзара күйінуде бейне бір бүтін дене сияқты, бір жері ауырса, ұйқысы қашып, ыстығы көтеріліп, бүкіл денесі ауырған жерінің дертіне серіктес болады. Тағы бір хадисте мүмін мен мүмін бейне бір әрбір бөлігі бір-біріне бекем ұстап тұрған ғимараттың құрылысы сияқты деп айтқан. Мұсылманның мұсылмандығы тағы бір ақысы мұсылман бауырын ыза қылмау. Пайғамбарымыз айтады: мұсылман қолы және тілімен басқа мұсылманға зиян келтірмеген кісі. Тағы бір хадисте, егер қолыңнан келсе, адамдарды жамандықтан тыюға әрекет жаса. Бұл әрекет сен үшін садақа болады деген. Басқа бір хадисте, шынайы мұсылман тілімен де, қолымен де басқаларға зиян тигізбеген кісі деп айтылады. Пайғамбарымыз сахабалардан мұсылман кім екенін білесіңдер ме деп сұрады. Сахабалар: Алла және оның елшісі біледі деді. Пайғамбарымыз: мұсылман тілімен де, қолымен де басқа мұсылмандарға зиян тигізбеген адам деді. Сахабалар: мүмін деген кім деп сұрады. Алла елшісі: басқа мүміндердің мал жаны үшін қауіпсіз кісі деп жауап берді. Сахабалар: мұғажир деген кім деп сұрады. Пайғамбарымыз: жамандықтан қашқан және одан сақтанған кісі деп жауап берді. Сахабалардың бірі: уа Расулалла, ислам деген не деп сұрағанда, пайғамбарымыз: жүрегіңмен Аллаға беріліп, қолыңмен де, тіліңмен де мұсылмандарға зиян тигізбеуің деді. Мужахид айтады: тозақларға өте жаман қотыр шығып, тырнай беріп, терісі сылынып, сүйектері көрініп қалады. Сол сәтте: уа пәленше ұлы түгенше, бұл қышыма жаныңды қинап жатыр ма деген үн естіледі. Ол я деп жауап береді. Бұл қинау мұсылмандарға көрсеткен қорлығыңның жазасы дейді, ғайыптан келгенін. Пайғамбарымыз айтады: бір кісінің пейішті қыдырып жүргенін көрдім. Оның пейішке кіруінің себебі жол бойындағы ары-бері өткендерге кедергі болған ағашты қиып тастауы еді. Әбу Хурайра бір күні пайғамбарымыздан: уа Расулалла, маған пайдалы нәрсе үйретші деп сұрайды. Пайғамбарымыз: мұсылмандар жүретін жолдан кедергі келтіретін нәрселерді алып таста деп жауап береді. Адамзаттың асыл тәжінің бір хадисінде мұсылмандардың жолынан кедергілерді алып тастаған пендеге Алла тағала бір сауап жазады. Алла сауап жазған кісі пейішке кіреді деп айтады. Тағы бір хадисте діндес бауырын ренжітетіндей қарау мұсылманға адал емес деп айтылады. Алла елшісі айтады: мұсылманның мұсылманды қорқытып шошытуы адал емес. Алла мүміндерді ренжітуді жақсы көрмейді. Рәбих ибн Хайсам айтқан: адамдар екі түрлі, мүмін және тура жолдан адасқан. Мүмін болса ренжітпе, адасқан болса ерме. Мұсылман басқа мұсылманға кішіпейіл мәміле жасағаны абзал. Өйткені Алла мақтағандарды және менменсігендерді сүймейді. Алла елшісі былай деген: Алла тағала маған былай деді: бір-бірлеріңе кішіпейіл мәміле жасаңдар, ешкімге тәкаппарлық жасамаңдар. Соған қарамастан, оған біреу тәкаппар мәміле жасаса, оны дұрыс қабылдасын. Алла тағала тағы бір аятында пайғамбарына былай деген: сен сонда да кешірімді бол, жақсылықты бұйыр, сауапты һәм пайдалы істер істе. Ондай надандардан сырт айнал,
Олардың қылықтары мен сөздерін көңіліңе алма. Наданмен надан болма. Ибн Әбу Ауфа пайғамбарымыз барлық мұсылмандарға кішіпейіл мәміле жасады және ешкімге тәкаппарлық көрсетпеді. Жетім жесір, жарлы жалшылармен бірге жүріп, олардың өтініштерін орындауға еш немқұрайлы қараған емес, деп айтқан. Мұсылманның мұсылмандығы ақыларының тағы бірі сөз аңдырмау, мұсылман бауырының сөзін басқаларға өсектемеу. Пайғамбарымыз өсекші пейішке кіре алмайды деп айтқан. Хаул ибн Ахмад басқаларды саған өсектеген кісі сені де басқаларға өсектейді. Басқалардың сөзін саған тасыған адам сенің сөздеріңді де басқаларға тасиды деген. Мұсылманның мұсылмандығы ақыларының тағы бірі қаншалық ашуланса дағы таныған кісілерімен 3 күннен артық ренжіп жүрмеуі. Әбу Әйюб әл-Ансаридің риуаяты бойынша пайғамбарымыз мұсылман басқа мұсылман бауырымен 3 күннен артық ренжіп жүруі, кезігіп қалғанда бір-бірінен теріс қарап кетуі дұрыс емес. Екеуінің ең жақсысы бірінші сәлем бергені деген. Алла елшісі қателескен мұсылманды қолынан ұстап, аяғына тұрғызғанда, Алла да қиямет күні аяғына тұрғызады дейді. Икрима былай деген: Алла тағала Жүсіпке бауырларыңды кешіргенің үшін бұл дүниеде және ақыретте орныңды биік қылдым деп айтқан. Әзірет Айша Алла елшісі ешқашан өзі үшін өш алған емес. Ал енді Алланың атына қарсы сөз болса, онда Алла үшін өш алды деген. Ибн Аббас адам өзі ұшыраған әділетсіздікті кешірсе, Алла оның орнын биіктетеді деп айтқан. Пайғамбарымыз ешбір садақа, мал байлықты кемітпейді. Кешірім жасаған кісінің орны биіктейді. Алла үшін кешірімді болған кісінің абыройын Алла көтереді деген. Нәпсіге құл болмау және тақуалық. Алла тағала өз әуелігін тәңір тұтып, көңілі соққан нәрсенің құлы болған. Сондай-ақ ақ пен қараның, ақиқат пен жалғанның парқын білсе де, Алланың өзі адастырып, құлағы мен жүрегін мөрлеп, көзін перделеп тастаған бейбақты көрдің бе? Оны Алланың өзі адастырғаннан кейін тура жолға кім түсіре алады дейсің? Міне, осының өзін ойлап, ғибрат алмайсыңдар ма деген. Бұл аятқа Ибн Аббас бұл жерде Алланың тура көрсетпеуіне және шынайы дәлелге сүйенбей тұрып, өзіне тура емес жол таңдап алған кәпір туралы айтылып жатыр. Ол өз нәпсісіне ерді, Алланың кітабына емес, нәпсісінің қалауына бойынсұнды. Міне сондықтан ол нәпсісіне сыйынған болып саналады, деп түсіндірме берген. Алла тағала өзіңе келген ақиқаттан сырт айналып, олардың әуейліктеріне еріп, өзіңе келген ақиқаттан тайма. Уа Дәуіт, біз сені жер бетінде біздің үкімдерімізді басшылыққа ала отырып, билік жүргізетін халифа қылдық. Ендеше адамдар арасында әділ билік айт. Нәпсіңнің қалауларына ерме, әйтпесе ол сені Алланың ақ жолынан тайдырып жібереді. Анығында Алланың ақ жолынан адасқандарға жауапқа тартылар күнді ұмытқандары үшін тым қатты азап бар деп айтқан. Өйткені нәпсінің қалаулары себеп болған істердің бәрі тозаққа сүйрейді. Алла бәрімізді одан сақтасын. Бір данышпан қандай да бір мәселеде ақиқат қайда екенін біле алмасаң, қай жағы нәпсіңнің қалауларына жақын болса, оның керісіншесін жаса деген. Ибн Аббас екі көзқарастың қайсысы тура екенін біле алмай, екі ұдай ойда болсаң, саған ұнамды болғанын тастап, нәпсіңе ұнамағанды таңда деп айтқан. Әзірет Омар айтады: нәпсілеріңді ауыздықтаңдар, өйткені ол сендерді жамандыққа шақырады. Шынында ақиқат жолда жүру қиын, жаман жолға түсу оңай және нәпсіге ұнайды. Күнә істен аулақ болу, оны жасап алып тәубемен жоюға қарағанда жеңіл. Арамға қарау асау құмарды қоздырып, көзге тартымды рақат ұзаққа созылған қайғыға жол ашады. Лұқпан данышпан ұлына: уа балам, әуелі нәпсіңмен сақтануды өсиет етемін. Өйткені нәпсіңнің өз қалауы бар. Оған еретін болсаң, шектен шығарады. Шақпақ таста от жасаулары болғандай,
Жаман қалаулар да нәпсіде жасырылған. Егер оны шақсаң, отты танады. Тимесең, жасырылған күйі қалады, деп насихат айтқан. Фадыл ибн Аббас кейде пенделердің абыройын көтереді. Кейде нәпсінің қалаулары қырағы, ақылды кісіні де төмендетеді. Кейде ел қателік жіберген біреуді мақтай береді. Кейде жақсы іс жасаған кісілер де сынға ұшырайды. Негізінде оның жолы тура деген. Пайғамбарымыздың хадисінде Алла тағала ақылды жаратқанда оған бері кел деді. Ол келді. Содан соң ары бар деді. Ол кетті. Алла тағала ұлылығыма ант, сені ең сүйіктілеріме беремін деді. Ал ақылсыздықты жаратқанда оған бері кел деді. Ол келді. Ары бар деді. Кетті. Алла тағала ұлылығыма ант, сені жаман көрген пенделеріме беремін деген деп айтылады. Данышпандар айтқандай, нәпсінің қалаулары сені кедергілі қараңғылыққа алып баратын жолға ұқсайды. Сондықтан нәпсіге еруден сақтан. Данышпан адам біреуге былай деп насихат айтады. Сені нәпсіңмен күресуге шақырамын. Өйткені нәпсі жамандықтардың кілті, жақсылықтардың дұшпаны. Нәпсіңнің барлық қалаулары саған дұшпан. Нәпсің саған күнә нәрселерді әсем деп көрсетеді. Көңіліңді ұйқы-тұйқы қылған екі ұдай ойларды қуалап, жақсы жаманды айыра білуің үшін мықты ерік, жалғаннан аулақ болған дұрыстық, үздіксіз жақсы істер, үмітсіздікке түспеген сабыр, ғибадатсыз қалмаған ниет керек. Уа жаратқан Алла, ақылымызды нәпсімізге жеңдіріп, бізді зиянға ұшырата көрме. Бұл дүниемен әлек болып, ақыретті ұмытуымызға жол берме. Пайғамбарымыз және жолбасшымыз Әзірет Мұхаммедтің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, құрметі үшін бізді сені зікір қылғандардың және нығметтеріңе шүкір қылушылардың қатарына қос. Бізге түрлі нығметтеріңді берген Аллаға мақтаулар болсын. Енді тақуалық туралы пайғамбарымыздың хадистерін тізбектей кетейік. Діндегі ең жақсы істерің тақуалық. Істердің ең жоғарғы дәрежелісі тақуалық. Тақуалы болсаң, ел ішінен ең көп ғибадат жасаушылардан боласың. Қанағат қылсаң, ел ішінен ең көп шүкір қылушылардан боласың. Алдынан шыққан күнәдан өзін ұстай алатындай, тақуалығы жоқ кісінің жасаған істеріне Алла еш көңіл бөлмейді. Ибрахим ибн Адхам, тақуалықтың 3 сатысы бар. Бірінші сатысы парыз, ол арам істерден аулақ болу. Екіншісі иман саулығы, ол күмәнді істерден ұзақтау. Үшіншісі ұлы дәрежеге жеткізеді, ол кейбір адал нәрселерді де өз ықтиярымен тастау деп айтқан. Яхиб ибн Муаз айтады, бұл дүниеге сабақ алу үшін назар сал, оны өз ықтиярыңмен таста. Зәруліктен кейін онда еңбек қыл, шын жүрегімен ақыреттің артынан түс. Пейіштің сипаттары және пейіштегілердің дәрежелері. Қиыншылықтары, азаптары жөнінде баяндалған тозаққа қарама қарсы тағы бір жай бар. Енді сол жайдың нығметі мен рақатын ойла. Өйткені бұл жайлардың біреуінен алыс қалғандар сөзсіз екіншісіне жайғасады. Тозақтың азап, қиыншылықтары туралы көп ойланып, жүрегіңді қорқу сезімі ұяласын. Пейіштегілерге дайындалған мәңгілік нығметтерді ойлап, көкірегіңде үміт пайда болсын. Сонда нәпсіңді қорқу қамшысымен қамшылап, үміт түзгенімен тура жолға бұрасың. Сөйтіп жан шыдағысыз азаптан құтылып, ұлы нығметке жетесің. Енді пейіштегілерді ойла. Жүздерінде қуаныш, мөрленген кеселерден пейіштің шарабын ішеді. Ақ інжуден жасалған шатырларда, қызыл жақұт керуеттерде отырады. Жерге төселген кілемдері жасыл жібектен, бал мен шарап аққан дариялардың жиегіне әсем орындықтар қойылған. Бұл дария жиектері хор қыздарға және қызметшілерге лық толған. Хор қыздар жақұт, ақықтай көрінеді. Оларға бұрын адам да, жын да тиген емес. Олар пейіште ары-бері саяхаттағанда көйлектерінің етектерінен 70 қылман көтеріп жүреді. Олардың жібек киімдері
көз жауын алады. Бастарында інжу, ақық тастар бар. Хор қыздар еш қартаймайды. Пейіш бақшаларының арасында құрылған жақұт сарайлардың бөлмелерінде болады. Бол жайнаған көздерімен өз мырзаларынан басқаға қарамайды. Пейіштегілерге және хор қыздарға кеселерімен дәмді, ақықтай тұнық сусындар ұсынылады. Оларға ақықтай болған жастар қызмет жасайды. Пейіштегілер бұл дүниеде жасаған істерінің сыйлығы ретінде қауіпсіз жайға жайғасады. Олар мөлдір бұлақтар, аққан әдемі бақшаларда сайраңдайды. Мәңгілік, қайғы мұңсыз, көңілді өмір сүреді. Өлім және ауру сырқау деген қиыншылықтары да жоқ. Әр түрлі нығметтердің дәмін татады. Тамсандырған тамақтарын жеп, сүт, бал, шарап сусындарынан ішеді. Олжайдың топырағы күміс, шағылы ақық, топырағы миск, өсімдігі шафран иісті, жұпар иісті жаңбыр жауады. Бұл сулар түрлі түсті кеселермен ұсынылады. Інжу, жақұт және ақықпен әшекейленген кеселер шарап қосылған тәтті суға толып, жарқыраған кесе шағылысқанда шарапты ұнамды көрсетіп, тәбетті ашып тұрады. Бұл кеселерді жүзі жарқыраған қызметшілер сынады. Олардың жарқыраған жүзінің жанында күн нұры байқалмай қалады. Сондай дүниенің бар екеніне және ол жайға кіргендер өлместікке жететініне және ешқандай бәлелерге душар болмайтынына сенген кісінің бұл жалғандағы тез бұзылуына, уақытша дүниеге беріліп кеткеніне таң қаласың. Аллаға ант етейін, ақыретте өлім, аштық, шөлдеу жоқ болуымен бірге денсаулық қана болса, сол үшін бұл дүниенің орнына ақыретті таңдауға татиды. Пейіште сондай-ақ қайғы мұң да жоқ. Бұл дүние пейіштен қайтып артық болсын. Пейішке кіргендер қауіпсіздікке патшадай өмір сүреді. Әр қалай қуанышқа бөленеді. Оларға қалаған нәрсесі беріледі. Әр күні аршыға жақындап, Алланың нұр жамалын көреді. Алланың жүзін көргенде пейіштің басқа нығметтерінен асып түсетін рахатқа бөленеді. Олар пейіштің нығметтерінің құшағында сайраңдайды және ол рахат жоқ болады деп қорықпайды. Әбу Хурайраның риуаяты бойынша пайғамбарымыз пейіште: «Уа пейіштіктер, сендерге мықты денсаулық беремін. Бұдан кейін еш ауырмайсыңдар, өлместікке жетесіңдер, қартаймай, жас күйі қаласыңдар, үмітсіздік қосылмаған зор бақытқа жетесіңдер» деп айтылады деген. Алла тағаланың төмендегі аяты бұл ақиқатты баяндайды. Сонда оларға: «Міне пейіш бақтары, сендер бұрын жасаған істерің үшін соның мирасқоры болдыңдар» деп айтылады. Пейіштің қандай екенін білгің келсе, Құран кәрімді оқы. Өйткені ешкім Алладан жақсы суреттей алмайды. Мысалы, Раббысының құзыры дегенде, яғни Раббысының алдына баратын күнді ойлап, аза бойы қаза болатын мүмінге екі бірдей жәннат бар деген аяттан бастап Рахман сүресін, Уақиға сүресін және соған байланысты басқа аяттарды оқы. Егер пейіш туралы пайғамбарларымыз айтқан кеңірек мағлұматтарды білгің келсе, әуелі пейіштің санынан баста. Пайғамбарымыз мүмінге екі бірдей жәннат бар деген аят туралы: екі пейіштің ыдыс-аяғы, бұйымдары күмістен, қалған екі пейіштегі нәрселер алтыннан. Адын пейішіндегілер жаратқан иесін көргенде олармен Алланың арасында ұлылық пердесі болады деп айтқан. Әбу Хурайраның риуаяты бойынша пайғамбарымыз: «Кім мал-мүлкінен екеуін Алла жолында садақа қылатын болса, пейіштің барлық есігінен шақырылады». Пейіштің 8 есігі бар. Кім намазын толық оқып жүрсе, намаз есігінен шақырылады. Кім оразасын қалдырмай ұстаса, ораза есігінен шақырылады. Кім садақа беріп жүрсе, садақа есігінен шақырылады. Кім Алла жолында күресіп жүрген болса, жихад есігінен шақырылады деген. Сонда Әбу Бәкір: «Бір пенде бұл есіктерінен
бірінен шақырылуының зәрулігі жоқ. Бірақ бір пенде сол есіктердің бәрінен бірдей уақытта шақыру алуы мүмкін бе деп сұрады. Пайғамбарымыз, ондайлар да бар. Сенің де солардан болуыңды тілеймін деп жауап берді. Асим ибн Дамра Әзірет Әлидің айтқандары туралы баяндайды. Әзірет Әли тозақ туралы сөз қозғап, оның қорқыныштарын айтып берді. Содан соң пейіш және пейіштегілер туралы сөз қозғап, былай деді. Жаратқан иесінен қорыққандар топ-тобымен пейішке алынып барып, пейіш есіктерінің біріне жақындағанда, түбінен 2 су атқылап, ағып жатқан ағашқа тап келеді. Бұйрық бойынша әуелі біреуіне жақындап, суынан ішеді. Сонда іштеріңдегі әр қандай ауру, қайғы қасіреттің бәрінен арылады. Содан соң екінші суға барып жуынады. Сонда пейіш сұлулығына ие болады. Одан кейін шаштары өзгермейді, кірлеп, шаң болмайды, майлап қойғандай құлпырады. Пейіш есігіне жетіп, кірерде күзетшілер оларды қарсы алып, «Ассалаумалейкум, о, қандай сымбаттысыңдар, бұл жерде мәңгілік қаласыңдар» дейді. Содан соң оларды ғылмандар күтіп алады. Бұл дүниеде сырттан кіргенде сүйікті балалары қарсы алғандай, пейіште оларды ғылмандар қарсы алады. Алла сендерге пәлендей, түгендей нығметтерді дайындап қойды дейді. Содан соң бірнеше ғылмандар барып, ол еркектерге тиесілі хор қыздарға хабар беріп, дүниеден пәленше деген кісі келді дейді. Содан соң хор қызы, сен оны көрдің бе деп сұрайды. Көрдім, міне артымнан келе жатыр дейді. Хор қыздар қуанған бойы есіктің жанына жетіп келеді. Пейішке кірген кісі өзіне дайындалған сарайдың жанына барып, оған таңдана қарайды. Домалақ інжулердің үстіне сыланған қызыл, жасыл және сары түстегі сарайды көреді. Оның төбесіне қарағанда көздері шағылысады. Егер сонда Алла сақтамаса, бәлкім көздері соқыр болып қалмақ. Содан соң айналасына қараса, алдарына құмыралар қойылған биік тақтар тұрады. Тақтардың жанында қабат-қабат жастықтар, оны айнала қызмет жасап жүрген ғылмандар болады. Сонда пейіштік болған пенде сарайдың қабырғасына сүйеніп, бізді тура жолға салған Аллаға мақтаулар болсын. Егер Алла бағыттамаса, біз тура жолды таба алмаушы едік, дейді. Сонда сол жайда мәңгі өмір сүресің, жайғаса бер. Бұдан кейін ешкім сенің мазаңды алмайды, денің сау, ешқашан ауырмайсың деген үн естіледі. Пайғамбарымыздың мынадай хадисі бар. Қиямет күні пейіштің есігіне келіп, есіктің ашылуын өтінемін. Күзетші періште, сен кімсің деп сұрайды. Мен Мұхаммедпін дегенімде, күзетші періште маған сенен бұрын пейіштің есігін ешкімге ашпау бұйырылған деп жауап береді. Адамдар бұл дүниеде жасаған құлшылығы және әдеп ақлағымен бір-бірінен қалай ерекшеленіп тұрған болса, сондай-ақ жасаған істеріне сай алған сауаптары және ақыреттегі дәрежелері де түрлі болады. Ей пенде, егер ақыреттегі дәрежелердің ең жоғарғысына талапкер болсаң, бұл дүниеде жасаған ғибадатың және жақсы әдеп ақлағыңмен алдыңа адам салдырма. Алла тағала айтқан, Раббыларыңнан болатын кешірімге және Аллаға һәм елшілеріне шынымен иман келтіргендер үшін әзірленген ені 7 қат көк пен жердің еніндей болған жұмақтан орын алу үшін жарысыңдар. Міне, бұл Алланың қалаған пенделеріне нәсіп ететін шарапаты. Алла шексіз шарапат иесі. Оларға зиянды нәрселерден ада, таза екенін білдіретін мөрі бар, тап-таза мөлдір шарап ұсынылады. Ішілген соң түбінен хош иісі аңқиды. Ең қызығы, мысалы, құрбы-құрдастарыңның не көршілеріңнің біреуі байып кетіп, сенікінен жақсы үй салып алса, бұл саған ауыр тиеді. Жүрегің қысылып, көре алмастықтың отына күйесің. Негізінде, сен үшін маңызды нәрсе Аллаға мойынсыну және жақсы әдеп ақлаққа ие болу жағынан жарысу емес пе? Әдеп ақлағы сенікінен жақсы болып, сенен озып кететіндер болуы мүмкін.
Бұл дүниенің барлық жақсы нәрселерін жинасаң да, ақыреттегі нығметтерге және дәрежелерге тең бола алмайды ғой. Әбу Сахид әл-Худри риуаят етеді. Алла елшісі пейіштегілердің арасынан өте жоғары дәрежеге ие болғандар бар. Олар асыл қасиеттерімен өзгешеленіп тұрғандықтан сендерге шығыстан батыстағы жұлдыздардай алыс, биік болып көрінеді деген. Жанындағылар: уа Расулалла, бұлар пайғамбардың дәрежесі ме? Ол дәрежеге басқа кісілер жете алмай ма? Деп сұрағанда, пайғамбарымыз: жаным қолында болған иемнің атымен ант ішемін, Аллаға иман келтіріп, пайғамбарларыңның пайғамбарлығын растағандар да ол дәрежелерге жете алады. Биік дәреже иелері сендер аспанның бір шетінен шыққан жұлдызды көріп тұрғандай, өз тақтарында отырып, оларды да көріп тұрады. Әбу Бәкір мен Омар да олардың арасында. Олар да осындай нығметке жеткен, деп жауап береді. Жабир баяндайды, Алла елшісі бір күні: сендерге пейіштегі әсем сарайлар туралы айтып берейін бе деп сұрайды. Уа Расулалла, ата-анамыз саған садақа болсын, айтып берші, деді жанындағылар. Сонда пайғамбарымыз бен оны естіп отырғандардың арасында төмендегідей әңгіме өрбіді. Пейіште таза гауһармен салынған зәулім үйлер бар. Сырты ішінен, іші сыртынан көрінеді. Ол жайда көз көрмеген, құлақ естімеген және ешкімнің қиялына да келмеген нығметтер, ләззаттар және қуаныштар бар. Ол сарайлар кім үшін? Ол сарайлар сәлемдесу жоралғысын жайған, біреудің қарнын тойдырған, үздіксіз ораза ұстаған және бәрі ұйықтап жатқанда намаз оқығандар үшін. Бұларға кімнің күші жетеді? Менің үмбетім мұны орындай алады. Бұл қалай болатынын сендерге айтып берейін. Кім мұсылман бауырымен жолыққанда сәлем берсе, сәлемдесу жоралғысын жайған болып есептеледі. Өзінің бала-шағасының қарнын тойдырса, басқаның қарнын тойдырғандардың тобына қосылады. Рамазанмен қоса әр айда 3 күннен ораза ұстаса, үздіксіз ораза ұстаған болады. Құптан және таң намаздарын жамағатпен оқығандар, басқалар, яғни яһудилер, христиандар және отқа табынушылар ұйқыда жатқанда намаз оқыған болып есептеледі. Алла елшісі: сонда күнәларыңды кешіріп, жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларыңның түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына түгесілмейтін нығмет пен мәңгілік шаттық мекені Адын жәннатындағы керемет үй-жайларға орналастырады. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс деген осы, деген мағынадағы аят туралы сұраққа Інжуден сарайлар, әрбір сарайдағы қызыл жақұттан 70 үй бар. Әр үйдің жасыл измурудтан 70 бөлмесі бар. Әрбір бөлмеде 70-тен жататын орын, әр орында әр түрден 70 төсек, әр төсекте ботагөз хор қыз болады. Әр бөлмеде 70 дастархан, әр дастарханда 70 түрлі тамақ бар және әр бөлмеде 70 қызметші болады. Әр таңда бұлар жаңаланып тұрады, деп жауап берді. Сабырлылық, Аллаға разы болу және қанағат. Алланың разылығының ұлылығын баяндаған аяттар. Алла оларға разы, олар да Аллаға дән риза. Міне осынау разылық мәртебесі Раббысына тиісінше тағзым етіп, одан шын именетін ізгі жандарға нәсіп болады. Жақсылықтың қарымы дәл сондай жақсылық емей немене. Жақсылықтың жеткен шегі Алланың пендеден разы болуы. Алланың пендеден разы болуы пенденің Алладан разы болуының сыйы. Алла мүмін ерлер мен мүмін әйелдерге ішінде мәңгі бақи, бақытты ғұмыр кешетін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларын, әсіресе Адын жәннатынан керемет үйлер беруді уәде етті. Ал аталмыш нығметтердің бәрінен де зоры Алланың оларға деген разылығы. Ең үлкен жетістік міне сол.
Біз куә болғандай, Алланың разылығы адын пейіштерінен де жоғары тұрады. Алла тағала өзін зікір қылуды намаздан да жоғары қойған. Намаз адам баласын арсыздықтан һәм жамандық атаулыдан, теріс қылықтардан тыяды. Ал Алланы үнемі жүрекпен, тілмен һәм іс жүзінде еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры. Алла сендердің не істеп жүргендеріңді толық біледі. Алла тағаланың нұр жамалын көру намаздан да жоғары тұрғандай. Пейіштердің иесінің разылығы пейіштерден де жоғары бағаланады. Нақтылап айтқанда, Алланың нұр жамалын көру пейіштегілердің ақырғы тілегі. Пайғамбарымыз Алла тағала мүміндерге менен не қаласаңдар сұраңдар дегенде, мүміндер сенің разылығыңды дейді деп айтқан. Мүміндер Алла тағаланың нұр жамалын көргеннен кейін оның разылығын тілеуі Алланың разылығы ең ұлы мақсат екенін білдіреді. Пенденің Аллаға разылығы туралы кейінірек баяндаймыз. Алланың пендеге разы болуы басқа мағынада. Алланың пендені сүюі тақырыбында айтқандарымызға жақын. Жалпы алғанда пенде басқа уақытта мұны түсіне алмайды. Көреген, көсем кісілер ғана түсінеді. Қысқасы, Алланың нұр жамалын көруден биік дәреже жоқ. Жоғарыдағы хадисте де айтылғандай, Алланың менен сұраңдар деген бұйрығына пейіштегілердің разылығыңды тілейміз деп жауап беруі, міне сол себептен Алланың разылығы оның нұр жамалын үздіксіз әрдайым көруге себеп болады. Мысалы, олар Алланың нұр жамалын көрумен ақырғы мақсаттары іске асқанына куә болады. Бірақ оларға сұраңдар деп айтылғанда, разылығыңды тілейміз деп жауап беруімен нұр жамалыңды көру нығметің үздіксіз болуын қалаймыз деген мағынаны білдіреді. Өйткені Алланың олардан разы болуы перденің әрдайым ашық тұруына себеп екені біледі. Алла тағала онда олардың қалаған нәрселерінің бәрі бар. Сондай-ақ құзырымызда одан да көп сый-сияпат бар деп айтқан. Кейбір тәпсіршілер былай деген: пейіштегілерге жаратқан иесі 3 сыйлық береді. Біріншісі, пейіштің көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның қиялына да келмеген сый тартулары. Алла тағала Құранда дүниеде істеген игі істер үшін оларды ақыретте көзайым етіп, шаттыққа бөлейтін қандай құпия сый-сияпаттың нендей тосын нығметтердің сақталуы екенін жан баласы білмейді деген. Екіншісі, жаратқан иесінің сәлемі. Құранда олар ерекше мейірімді Раббыдан ыстық сәлем алады деп айтылады. Үшіншісі, Алланың разылығы. Құранда аталмыш нығметтердің бәрінен де зоры Алланың оларға деген разылығы. Ең үлкен жетістік міне сол деп жазылған. Аяттың тәпсірі: Алланың разылығы пейіштегі нығметтердің бәрінен жоғары тұрады. Бұл пенденің разылығының жемісі. Разылықтың ұлылығын көрсеткен хадистер төмендегілер. Алла елшісі сахабалардан: сендер кімсіңдер деп сұрады. Мүмінбіз деп жауап берді сахабалар. Имандарың неден байқалады? Кесапат, бәлелерге сабыр, нығметтерге шүкір, басымызға не келсе де ризалықпен қабыл аламыз. Құдай ақы, шынында сендер мүмінсіңдер. Тағы мынадай хадистер бар: кім Алла берген адал ризыққа разы болса, Алла да оның істеріне разы болады. Алла сүйген пендесін бәлелерге душар етеді. Егер сабыр қылса, оны басқалардан жоғары қояды. Егер разы болса, оны сыйлайды. Қиямет күні Алла тағала кейбір пенделеріне қанат жаратады. Олар қабірлерінен пейішке ұшады. Ол жерде қалағаныңдай сайрандайды. Сонда періштелер мен олардың арасында төмендегідей әңгіме жүреді: есеп бердіңдер ме? Біз есеп не екенін білмедік. Сыраттан өттіңдер ме? Біз сырат деген нәрсені де көрмедік. Тозақты көрдіңдер ме? Біз еш нәрсе көрмедік. Қай пайғамбардың үмбетісіңдер? Мұхаммедтің.
Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Алла үшін айтып беріңдерші, дүниеде қандай істерді жасаушы едіңдер? Біздің 2 сипатымыз бар болды. Бұл мәртебеге Алланың бұйрығымен жеттік. Ол қандай сипаттар еді? Жалғыз жүргенде де Аллаға күнә жасаудан қорқушы едік, және жаратқан иеміздің бізге берген несібесіне разы болушы едік. Олай болса, сендер соған лайықтысыңдар. Пайғамбарымыз: «Уа кедейлер, Аллаға шын жүректен разы болсаңдар, кедейліктің сауабына жетесіңдер, өйтпесеңдер, сауапқа жете алмайсыңдар» деп айтқан. Риуаятқа қарағанда, Исраил ұлдары Мұсаға: «Жаратқан иеңнен сұра, бізге оның разылығына жеткізетін істі көрсетсін» деді. Мұса: «Уа жаратқан Алла, олардың айтқанын естідің» деп жаратқанға дұға қылады. Алла тағала Мұсаға: «Уа Мұса, оларға айт, менен разы болса, мен де олардан разы боламын» деді. Сабыр тақырыбына келетін болсақ, Алла тағала бұл туралы Құран кәрімнің 90-нан аса жерінде баяндаған, және барлық жақсы істерден өте көп сауапты оған ұйғарып, сол жақсы істердің бәрі сабырдың жиынтығы екенін білдірген. Сабырларға басқа жақсы істерді орындаушылардан да көп қуанышты хабар берген. Және міне солар Раббыларыңның кешірімі мен рақымына бөленгендер, тура жолға түскендер де солар деп айтқан. Біз көріп тұрғандай, аятта тура жол, рақым және амандық сабырлылар үшін жиналған. Сабырлылық туралы аяттардың бәрін тізбектеп айту қиын. Бұл жөніндегі пайғамбарымыздың мынадай хадистері бар. Сабырлылық пейіш қазыналарынан бір қазына. Иман деген не? Деп сұрағанда, Алла елшісі сабырлылық деп жауап берген. Тағы бір хадисте істердің ең жақсысы нәпсіге ауыр келген нәрсені жүзеге асыру деп айтылады. Алла тағала Дәуітке былай деп уахи қылады: «Менің мінезімнен үлгі ал, менің қасиеттерімнің бірі сабырлымын». Ибн Аббастан риуаят етіледі. Бір күні Алла елшісі жиналып отырған ансарларға келіп: «Сендер мүмінсіңдер ме?» деп сұрады. Олар үн қатпады. Әзірет Омар: «Я уа Расулалла» деп жауап берді. Пайғамбарымыз: «Имандарыңның белгісі не?» деді. Ансарлар: «Молшылық болып тұрғанда шүкір қыламыз, бәлелерге сабыр қыламыз, тағдырға ризалық көрсетеміз» деп жауап берді. Алла елшісі: «Құдай ақы, онда сендер мүмінсіңдер» деді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз былай деген: «Жағымсыз нәрсеге сабыр қылғаның өте жақсы». Иса: «Сендер өздеріңе ұнамаған нәрселерге сабыр қылумен ғана сүйіктілеріңді, яғни Алланы таба аласыңдар» деген. Алла елшісі: «Егер сабырлылық бір пенде болғанда, ол өте көп жақсы қасиеттерге ие болады» деген. Алла сабырлыларды сүйеді. Бұл туралы айтылған хадистер өте көп. Пайғамбарымыз: «Қанағат қылған ұлық болады, сұғанақтық қылған қор болады» деген. Қанағат сарқылмас қазына. Қанағатшылдық туралы жоғарыда да көп сөздер айтылған. Аллаға тәуекел ету. Бұл туралы аяттардың бірі төмендегіше: Алла тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді. Бұл өте ұлы дәреже. Оған жеткендерді Алла сүйетіні, олар Алланың кепілдігіне және қорғауына алынатыны білдірілген. Демек, бұдан ұлы дәреже болуы мүмкін бе? Бұл ұлы дәреже Аллаға тәуекел ету дәрежесі. Кімде-кім Алла оған жеткілікті екенін, Алла оны сүйетінін және оны өз кепілдігіне алатынын айтып жүрген болса, әлбетте оның үлкен бақытқа жеткендігі анық. Өйткені сүйікті кісі жазаланбайды, сүргінге айдалмайды, түрмеге қамалмайды. Бұл туралы айтылған хадистердің кейбіреулері төмендегілер. Ибн Масхуд риуаят етеді. Алла елшісі былай деген: «Қажылық мезгіліндегідей үмбеттерді көрдім, өз үмбетімді де көрдім. Олар тау, тасқа, далаларға толған еді. Олардың көптігі қатты таң қалдырды. Менен разы болдың ба?» деп сұралды. «Я» деп
жауап бердім. Маған тағы да бұлармен бірге тағы 70 000 кісі сұрақсыз тіке пейішке кіреді деп айтылды. Бір сахаба: «Уа Расулалла, олар кімдер?» деп сұрады. Пайғамбарымыз: «Олар менменсіп, тәкаппарланбағандар. Біраз қиыншылық, машақат бола қалса, оны бақытсыздық демегендер, дем салдырып оқытпағандар, және жаратқан иесіне ғана тәуекел қылғандар» деді. Уқаша ибн Михсан орнынан тұрып: «Менің де солардың ішінде болуым үшін Аллаға дұға қылыңызшы, уа Расулалла» деп өтінді. Алла елшісі: «Сен солардың ішінде боласың» деді. Мұны естіген тағы бір сахаба орнынан тұрып: «Менің де олардың қатарында болуым үшін Аллаға дұға қылсаңыз» деді. Сонда Алла елшісі: «Уқаша, бұл мүмкіндікті сенен бұрын пайдаланып кетті» деді. Тәуекел туралы бұдан басқа да көптеген хадистер айтылған. Егерде Аллаға лайықты тәуекел еткендеріңде, ол сендерге таңертең ұясынан ашқарын ұшып шығып, түнде тоқ қайтып келген құстарға ризық бергендей ризық берер еді. Кім Аллаға тәуекел қылып, оған сүйенсе, әр қалай мұқтаж жағдайда Алла оған жәрдем беріп, күтпеген жерден оған ризықтың есіктерін ашады. Кім дүниесіне сүйенсе, Алла оны дүниенің артына тастап қояды. Кім адамдардың ең дәулеттісі болуын қаласа, өз қолындағыға емес, Алланың беретініне көбірек сенсін. Риуаятқа қарағанда, пайғамбарымыз үйіндегі бір мұқтаждықтан бастап, қиындыққа душар болса, бала-шаға мүшелеріне: «Намазға тұрыңдар, жаратқан ием маған, отбасыңа және үмбетіңе намаз оқуды бұйыр, әрі өзің де намаз оқуды табандылық таныт. Біз сенен ризық сұрамаймыз, керісінше сенің ризық несібеңді біз берудеміз. Ең жақсы нәтиже, нағыз жетістік пен шын бақыт, құлшылықтың мәйегі болған тақуалықта» деп бұйрық берді деді. Бір жағынан Аллаға құлшылық жасап, екінші жағынан өзін-өзі мақтаған кісі тәуекел қылған болып есептелмейді. Риуаятқа қарағанда, Ибрахим катапультамен отқа лақтырылып жатқанда, Жәбірейіл періште оның жанына келіп, «Жәрдем керек пе?» деп сұрады. Әзірет Ибрахим алдыңғы айтқан: «Маған Алла жеткілікті, ол қандай жақсы қолдаушы» деген сөзінде бек тұрумен Жәбірейілге «Мұқтаждығым бар, бірақ саған емес» деп жауап берді. Өйткені Ибрахимді отқа лақтыру үшін қолға түсіргенде «Маған Алла жеткілікті, ол қанай жақсы қолдаушы» деген еді. Катапультамен отқа лақтырылып жатқанда да сол сөзінде, яғни Аллаға тәуекел қылу сөзінде бекем тұрды және оны жаратқан иесі ғана құтқаруын күтті. Нәтижеде Алла міндетін лайықты түрде атқарған Ибрахимнің парақтарындағы ақиқаттардан да хабардар емес пе деген мағынадағы аятты түсірді. Алла тағала Дәуітке уахи арқылы: «Уә Дәуіт, ешбір пенде мен жаратқан нәрселерге сүйенбей, маған ғана сүйеніп сенсін. Егер оған жер мен аспан соғыс ашса да, егер қаласам, оған құтылу жолын тауып беремін» деген. Сайд ибн Жубайр: «Бір күні қолымды шаян шағып алды. Анам сені дем салушыға алып барып емдетемін деп ант ішті. Мен болсам, дем салушыға барғанда сау қолымды ұсындым» деп айтқан. Ибрахим ибн Хауас: «Өлмес тірі Аллаға сен» деген аятты оқығаннан кейін, бұл аятты оқыған кісі Алладан басқаға сенбеуі керек деді. Ғалымдардың бірі түсінде Аллаға тәуекел еткен пенде өз өмірін кепілдікке алады деген үнді естиді. Бір ғалым: «Үлесіңе тиген ризық сені мойныңдағы парыз ғибадаттан қалдырып қоймасын. Онда ақыретіңді құрдымға ұшыратасың, және бұл дүниеде тағдырыңа жазылған несібеңнен артығына да жете алмайсың» деген. Яхия ибн Муаз: «Адам артынан жүгірмей-ақ ризық табады. Ризықтың адамды іздеуге бұйырылғанын көрсетеді» дейді. Харам ибн Хайян: «Уайсул Қараниден қайда өмір сүрейін?» деп сұраса, ол Шамды ұсынады. Харам:
Ол жерде қайтып жан бағамын десе, Уайс Аллаға тәуекел қылмаған жүректерге насихат пайда бермейді ғой деп жауап береді. Бір данышпан Аллаға сүйенсем, барлық жақсылықтарға жол табамын деген. Бізге Алланың алдында әдептілікті нәсіп қылсын деп Алладан тілейміз. Әумин. Я муин. Мешіт. Алланың мешіттерін тек Аллаға және ақыретке иман келтірген, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқитын, зекетті толық беретін, сондай-ақ Алладан өзге ешкімнен именбейтін шынайы мүміндер ғана лайықты деңгейде көркейте алады. Міне солар туралы жолдан таймай, мақсат мұраттарына жетуге үміт ете алады. Пайғамбарымыздың мынадай хадистері бар. Кім кекіліктің ұясындай болса да мешіт салса, Алла ол үшін пейіште бір сарай тұрғызады. Мешітті сүйгендерді Алла да сүйеді. Кім мешітке кірсе, отырудан бұрын 2 рәкат намаз оқысын. Мешітке көрші болған кісі намазын сөзсіз мешітте оқысын. Сендерден біреу намаз оқыған жерде тұрғанда сөйлемейінше, не мешіттен шықпайынша, періштелер ол үшін: «Уа жаратқан Алла, оған рақым қыл. Уа жаратқан Алла, оның күнәләрін кешіре көр» деп дұға қылады. Ақыр заманда үмбетімнен кейбір кісілер мешіттерге келіп шеңбер құсап отырады. Ал енді сөйлеген сөздері дүние және дүние сүйіспеншілігі туралы болады. Олармен бірге отыра көрмеңдер. Алла олардың ешбір тілегін қабыл етпейді. Алла тағала қасиетті кітаптарының бірінде: «Менің жер жүзіндегі үйлерім мешіттер. Барғандар ол үйлерді жандандырып, ұлықтайды. Үйінде дәрет алып, тазаланып, менің үйімді зиярат қылғандар қандай бақытты. Зиярат қылынған жайдың міндеті зияратшысына сый көрсету» деп айтқан. Біреудің мешітке үздіксіз барғанын көрсеңдер, оның мүмін екеніне куәлік беріңдер деген хадис бар. Пайғамбарымыз мешітте дүниелік істер туралы сөйлесу хайуандар шөп жегендей сауапты жоқ қылады деген. Сайд ибн Мусайяб: мешітте отырған пенде жаратқан иесімен жалғыз отырған болып саналады. Ол жақсы сөз ғана сөйлеуі керек дейді. Нахай былай деген: алғашқы мұсылмандар қараңғы түнде мешітке жаяу бару, пейішке кіруге себепші іс деп айтады. Әнәс ибн Малик: кім мешітке бір шырақ жақса, және ол шырақ сол мешітті қашанға шейін жарқыратып тұрса, аршыны көтерген және басқа періштелер оның күнәләрінің кешірілуі үшін дұға қылады дейді. Әзірет Әли: пенде өлгенде жер жүзіндегі намаз оқыған жері мен көкке көтерілген істерінің көктегі жайы оны жоқтап жылайды деп, содан соң артынан көк те жер де оларды жоқтап жыламады. Өздері тілеп алған азап үкімі шыққан соң оларға мұрсат та берілмеді деген мағынадағы аятты оқыды. Ибн Аббас мүміннің өліміне жер жүзі 40 күн аза тұтып жылайды деп айтқан. Атаул Хорасани жер бетінің қайсы бір жерінде бір мәрте сәждеге барған пенде үшін сол сәжде жасаған жайы қиямет күні куәлікке өтеді және өлген күні аза тұтып жылайды деген. Әнәс ибн Малик: намазбен зікірмен Алла еске алынып жатқанда басып тұрылған жайлар сонымен мақтанады. Оны жердің 7 қабатына шейін жар салады. Намаз оқыған кісі тұрған жай құлпырып көркейе түседі дейді. Риуаятқа қарағанда адамдар тұрақтап тоқтаған жердің бәрі өткен кеткендер үшін дұға қылады, не қарғыс жаудырады. Көр нәпсінің проблемалары. Алла бір пендесіне жақсылық қаласа, оған өз кемшілігін көре алатындай көрегендік нәсіп қылады. Кім көреген болса, кемшіліктері өзіне көрінбей қалмайды. Пенде өз кемшіліктерін білсе, оны жоя алады. Бірақ адамдардың көпшілігі өз кемшіліктері мен айыптарын көрмейді. Кейде өзінің басындағы түйені көрмей, біреудің басындағы шөпті көреді. Кім өзінің кемшіліктерін көргісі келсе,
Бұның 4 жолы бар. Бірінші жолы нәпсінің кемшіліктерін көрген және құпия зияндарды жақсы білген біреуді пір тұтып, нәпсімен күресуде пірдің нұсқауларын орындау. Бұл жол муриттің шейхімен, шәкірттің ұстазымен болған байланысын көрсетеді. Бұл жолда ұстаз кісіге кемшіліктерін білдіріп, оны жаюдың шараларын көрсетеді. Қазіргі заманда бұндайлар өте аз қалды. Екінші жолы тақуа, көсем, діндар кісімен дос болу. Мұндай дос оның іс-әрекеттерін бақылап тұрсын. Теріс ісін көрсе, оны ескертсін. Көне заманда дін және мемлекет қызметкерлері солай жасады. Әзірет Омар менің кемшіліктерімді көрсетіп тұрған кісіге Алла жақсылығын берсін деген. Көбінше ол Салман Фарисиден өз кемшіліктерін сұрады. Бір күні Салман келгенде, сенің ойыңша, менің қандай кемшіліктерім бар деп сұрады. Салман Фариси Әзірет Омардан кешірім сұрауменен, естуімше, дастарханыңа 2 түрлі тамақ қойдырады екенсің. Бірі күндіз, бірі түнде киетін 2 шалбарың бар екен, деп жауап берді. Әзірет Омар бұлардан басқа ше деп сұрады. Салман жоқ дегенде ол, сол екеуі маған жетерлік деді. Әзірет Омар да Хузайфадан жиі кемшіліктерін сұрап тұрады. Бір күні одан, сен мұнафықтар туралы мәселеде Алла елшісінің сырласы едің. Менде мұнафықтың белгілерінен бар ма деп сұрады. Омар қадірлі, мәртебелі кісі болғанына қарамай, өз нәпсісінен осыншама күмәнданып тұрды. Адам қаншалық ақылды және дәрежесі биік болса, тәкаппарлық жағынан соншалық кішік болады. Ол өз нәпсісінен әрдайым күмәнданып тұрады. Бірақ шынын айтқанда, мұндай қасиеттер жоғалып бара жатыр. Ондай адамдар өте сирек кездеседі. Дос-жар, туыс-туғандардың арасында жамандық жасамағандар, біреудің кемшіліктерін жаймағандар, көре алмастық қылмағандар өте азайып бара жатыр. Міне сондай себептерден Дәуіттай елден аулақтап тұрды. Одан неге елге араласпайсың деп сұрағанда, менің кемшіліктерімді айтпайтын кісілерге араласып не қылам? Діндар адамдар үшін ең сүйікті нәрсе басқалардың ескертуімен өз кемшілік айыптарын білу деп жауап берген. Өткен ұлы тұлғаларымыз сондай болды. Біздің заманымызда болса, керісінше болып қалды. Жағдайымыз өте аянышты. Адамдардың ең жаманы бізге насихат айтып, кемшіліктерімізді шұқылаушы болып қалды. Бұл иманымыздың әлсіздігінің белгісі. Өйткені жаман іс-әрекеттер, әдеттер, улы жыландар, улы шаяндар. Киімімізге жабысып алып, шығайын деп тұрған шаянды біреу көрсетсе, әлбетте оған рахмет айтамыз және шаянды жерге түсіріп, өлтіруге әрекет жасаймыз. Шаян денеге зиян келтіреді. Шаққан жері 1 күн, жарым күн ауыртады. Жаман мінездің жүрекке тигізетін зияны одан да жаман. Өлімнен кейін мәңгілік не мыңдаған жылға созылған азапқа салу қорқынышы бар. Ал енді бізге біреу кемшіліктерімізді айтса, соған қуанбаймыз және кемшіліктерімізді жоюға әрекет жасамаймыз. Керісінше, біз ол кісіге ашуланып, сен мені қойып, өзіңе қарап алшы, сен ғана әйдіксің бе дейміз. Сөйтіп оның насихатынан пайдаланғанның орнына кек сақтау мен дұшпандыққа себепші боламыз. Мұндай жағдайға түсуіміз, күнәларымыз көбейіп, жүрегіміз қатып қалғаннан келіп шығады. Негізінде бұлардың бәрі иманның әлсіздігіне барып тіреледі. Алладан бізді тура жолға сала көр деп тілейміз. Алла бізге кемшіліктерімізді байқай алатын көрегендік нәсіп қылсын. Сол айыптарымызды емдеумен әлек болу бақытына жеткізсін. Бізге кемшіліктерімізді көрсеткен кісіге разылық білдіруді нәсіп қылсын. Үшінші жолы нәпсінің кемшіліктерін, айыптарын дұшпандардың аузынан есту. Өйткені саған ашуланған кісі кемшіліктеріңді көреді. Кісі айыбын ашқан дұшпанынан пайдаланғандай қошемет көрсетіп, көз алдында оны мақтаған және кемшіліктерін жасырған досынан пайдалана алмайды. Шынында адам табиғаты дұшпанын өтірікшіге шығарып, оның айтқандарын дұшпандыққа жориды.
Бірақ көреген кісі дұшпанның өзі туралы айтқан сынына пайдаланудан қашпайды. Өйткені оның айыбы және кемшіліктері дұшпанның аузында болады. Төртінші жолы елге көбірек араласып, халық арасында бейәдәп саналған іс-әрекеттер мен өзіңнің іс-әрекеттерін салыстыру. Өйткені мүміннің айнасы. Міне сондай жолмен басқалардың кемшіліктері арқылы өзінің кемшілік айыптарын көреді және адамның табиғаты нәпсісінің қалауларын қалап тұратынын біледі. Егер басқа біреудің жаңылыс іс-әрекетін көрсе, өзіндегі осындай мінезді тастау керек. Үгіт-насихат әсер ететін кісіге соның өзі-ақ жеткілікті. Егер әрбір кісі басқаларда көрген және өзін ренжіткен жаман іс-әрекеттерді және мінездерді тастағанда, оған ешбір тәрбиеші және насихатшының керегі болмай қалады. Әзірет Исадан сізді кім тәрбиеледі деп сұрағанда, ол мені ешкім тәрбиелеген жоқ. Пенденің пенделігін, ақымақтың әдепсіздігін кемшілік және айып ретінде көріп, пенделіктен және әдепсіздіктен қаштым деді. Бұлардың бәрі Алланы таныған, ақылды, зерек, нәпсінің айып кемшіліктерін көре алатын, мейірімді, діни, үгіт-насихат істерін жүргізу қолынан келген жаман іс-әрекеттерден аулақ болған, Алланың пенделерінің әдеп-ақылағын түзетумен әлек болған жолбасшысы жоқ адамдарға қатысты. Егер кімде-кім сондай қасиеттерге ие жолбасшы таба алса, ол өз дәрігерін тапқан болады. Ол сол жолбасшысынан ажырамасын. Жолбасшы оны рухани ауру болып саналған әдепсіздіктен құтқарады. Бәлелердің тұзағына түсірмейді. Егер бұл айтқандарымнан сабақ алғың келсе, сол туралы ойланып жатқан болсаң, көзің ашылады. Жүрегіңнің рухани ауруларын емдеу жолын ілімнің жарығымен табасың. Егер оған күшің жетпесе, жоқ дегенде басқаларды құптап иман келтіруді кешіктірмеуің керек. Өйткені ілімнің дәрежесі болғандай, иманның да дәрежелері бар. Ілім иманнан кейін пайда болады. Ілім иманның артында. Құранда Алла араларыңдағы шынайы иман келтіргендердің, әсіресе өздеріне ілім берілген білімпаздардың дәрежесін еселеген, үстіне еселей түседі деп айтқан. Аллаға алып баратын жол нәпсінің қалауларымен күресу екенін растап, бірақ оның себебін және сырларын біле алмаған, пенде аятта айтылған иман келтіргендер тобына ғана кіреді. Ал енді нәпсісінің айла амалдарын жақсы білген кісілер аятта баяндалған ілім берілген адамдардың тобына кіреді. Алла екі топқа да пейішті уәде қылған. Құранда, хадисте және ғалымдардың сөздерінде сондай иман келтірудің зәрулігі туралы дәлелдер сансыз. Алла тағала бұлай деген: кімде-кім күндердің күнінде Раббысының дәргейіне баратынын ойлап, шынымен қорыққан һәм нәпсісін әуейліктен тыйған болса, шүбәсіз, оның ақыр соңында барып паналайтын жері жәннат болмақ. Алла елшісінің құзырында даурықпай, дауыстарын бәсеңдетіп сөйлейтіндерге келсек, Алла тақуалық, өзіне, дініне шын жүректен тағзым етіп, мойынсыну мәселесінде олардың жүрегін сынап бақты. Олар бұл сынақтан сүрінбей өтті. Ендеше оларға Алланың құзырында кешірім мен үлкен сый бар. Пайғамбарымыз былай деген: мүмін 5 нәрсенің шабылуына ұшырайды. Мүміндер оған көре алмастық қылады. Мұнафық оны жек көреді. Кәпір оның өміріне қол салады. Шайтан азғыруға әрекет жасайды. Нәпсі онымен тартысады. Риуаятқа қарағанда Алла уахи арқылы Дәуітке: уа Дәуіт, сахабаларыңды нәпсісіне еріп кетуден сақта. Өйткені нәпсінің тұтқыны болған жүректер мені тани алмайды. Оларға перде түріп қоямын деген. Иса өзі көрмесе де барлығы ақиқат болған ақырет үшін бұл дүниеде нәпсінің қалауларынан бас тартқан кісілер қандай бақытты деп айтқан. Пайғамбарымыз дұшпанмен соғысып қайтып келе жатқан сахабаларға қарап, кіші жихадтан үлкен жихадқа қош келдіңдер деген. Сонда сахабалардан біреу: уа Расулалла, үлкен жихад деген не деп сұрады.
Пайғамбарымыз нәпсімен күресу деп жауап берді. Тағы бір хадисте Алла елшісі мұжахид Алла жолында нәпсімен күрескен кісі деген. Аллаға қарсы шыққан нәпсіңе бойынсынба. Қиямет күні нәпсің саған дұшпандық жасаса, кейбір мүшелерің басқа мүшелеріңе қарғыс жаудырады. Бірақ Алла кешірсе және өз қорғауына алса, ешбір бәле келмейді. Данышпандардың сөздерінен Суфиян Саури: мен үшін басқа нәрселерімді емдеу, нәпсімді емдегендей ауыр болмайды. Өйткені ол кейде мені қолдаса, кейде маған қарсы шықты деген екен. Әбу Аббас Мусули өз нәпсісіне: ей көр, нәпсім, не бұл дүниеде патшалардың балаларындай дәурен сүрмедің, не ақырет үшін Аллаға берілген пенделермен оның жолында күреспедің. Мұндай жағдайда сен екеуміз тозақ пен пейіштің арасында қамалып қаламыз ғой, ұялмайсың ба, ей нәпсім деген. Хасан Басри нәпсіңді аса уатты ауыздықтағаннан да бекем тізгінде деп айтқан. Яхия ибн Муаз Рази: нәпсіні тәрбиелеудің 4 жолы бар: аз тамақтану, аз ұйықтау, керексіз сөздерден аулақ болу, адамдардың жамандығына шыдау, дейді. Аз тамақтану нәпсінің қалауларын бәсеңдетеді. Аз ұйықтаудан ерік күшейтіледі. Аз сөйле, яғни мағынасыз әңгімелерге уақыт жоғалтпаумен бәлелерден сақтануға болады. Адамдардың жамандығына шыдаумен көздеген мақсаттарға жетуге болады. Адам үшін қорлыққа тап болғанда сыпайы болу және қиындықтарға ұшырағанда сабыр қылудан өткен ауыр нәрсе жоқ. Жүзіңде, тұрыс-тұрпатыңда рухани әсер байқалады. Барлық жақсылықтар сен жасаған жерде болады. Демалуға шыққан патша сияқты әсем бақшаларда сайран құрып дәурен сүресің деген. Яхия ибн Муаз тағы бір сөзінде: адам баласының дұшпаны 3: дүниесі, шайтаны, нәпсісі. Нәпсіңді тыйып дүниеден күресіп, шайтаннан, рақатыңнан бас тартып нәпсіден сақтан деген. Бір данышпан: нәпсі кімді жеңіп алса, ол нәпсісінің тұтқыны болады. Тізгіні нәпсінің қолында болып құриды. Нәпсі жетелеген жаққа барады. Жүрегіндегі жақсылықтарға бойынсынуға тосқауыл болады деп айтқан. Жахбар ибн Хамид айтады: барлық ғалымдар мен данышпандар нағим пейішіне нәпсіні жеңумен ғана жетуге болатыны туралы бірдей көзқараста. Әбу Яхия Уарақ: кім нәпсіге бойынсынып, тән құмарлығын қандырған болса, жүрегіне өкініштің ағашын отырғызады деген. Ухайб ибн Уард: нанның артығы нәпсінің қалауы. Бұл дүниеде нәпсісінің қалауларына қызыққан кісі қор болуға дайындалсын деген. Риуаяттарға қарағанда Жүсіп Мысыр өлкесінің қазыналарына ие болып, патшалық таққа отыру салтанаты болып жатқанда, патшаның жұбайы Жүсіпке Алла тағала күнәһар патшаларды құл, өзіне мойынсұнған құлдарды патша қылады. Сұғанақтық және нәпсінің қалаулары патшаларды құлдың жағдайына түсіреді. Бұл күнәһарлардың жазасы сабырлылық пен тақуалық болса, құлдарды патша қылады деп айтты. Сонда Жүсіп Құранда айтылған оған кімде-кім қарсы келуден сақтанса, әрі басына түскен тауқыметке сабырлылық танытса, Алла ондай ізгі жандардың сауабын әсте зая етпейді деп жауап берді. Жунайд нәпсі хақында: түнде көзім ілінбеген соң, орнымнан тұрып гүлімді иіскедім. Бірақ бұған дейінгі хош иісті сезбедім. Қайтып орныма келдім, ұйқым қашып кетті. Орнымда отырдым, мазам қашты. Сөйтіп сыртқа шықтым. Жолдың үстінде ескі киіміне оранған бір адам отыр екен. Мені байқаған ол: ей, Әбу Қасим, сені 1 сағатқа бола ма деді. Мен оған: құрметтім, маған алдын ала ескертпей уақытымды аласың ба дедім. Ол: иә, мен Алладан сені мазалап, маған алып келуін мінәжат қылған едім деді. Мен: олай болса, сенің сұрағаның болды. Мен сенің алдыңа келіп тұрмын. Менен не қалағаның бар деп сұрадым. Ол: нәпсіңнің дерті қашан өзіне шипа болады деді. Мен: нәпсінің қалауына қарсы күрескенде, оның дерті өзіне
шипа болады дедім. Әлгі адам өз нәпсісіне қарап, «Ей, нәпсім, естіп ал, мен саған осымен 7-ші мәрте жауап бердім. Сен тек Жунайттан естігің келетінін айтқансың», деді де бұрылып жоқ болды. Мен ол адамды танымадым деген хабарды айтады. Язид Раққаши маған салқын су бермеңдер, ақыретте одан құр қалмаудан үміт етейін деді. Бір кісі Омар ибн Абдул Азизден қашан сөйлесеміз деп сұрады. Үнсіздікті қалаған кезіңде. Қашан үндемей қалайын? Әбден сөйлегің келгенде. Әзірет Әли, пейішті қалаған адам бұл дүниеде нәпсісінің қалауларынан тыйылсын дейді. Иман және екіжүзділік. Алланың бірлігін және пайғамбарлардың Алла тағала тарапынан жіберілгенін растау болып саналған иманның толық болуы жасалған жақсы істерді көбейтуге байланысты екенін біле жүр. Алла Құранда былай деген: нағыз мүміндер Аллаға және Расулына шын көңілден иман келтірген, һәм содан кейін әсте күмәнға бой алдырмаған және мал дүниелері әрі жан тәндермен Алла жолында күрескен жандар ғана. Иманда және дін жолындағы қызметте шынайы болған шыншылдар, міне солар. Шынайы ізгілік һәм нағыз кемелдік жүздеріңді шығысқа немесе батысқа қаратуды емес, шынайы ізгілік һәм нағыз кемелдік Аллаға, ақырет күніне, періштелерге, иләһи кітапқа және пайғамбарларға сенген жандардың, сондай-ақ адал жолмен тапқан мал-мүлкінен оны қанша жерден жақсы көрсе де, Алла разылығы үшін жақын туыстарына, жетімдерге, міскіндерге, елінен жырақта жүрген яки жолда қалған ғаріп жолаушыға, тарыққаннан қарыз немесе қайыр садақа сұрағандарға және азаттыққа қауышқысы келген құлдар мен тұтқандарға берген. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыған, зекетті толық берген, уәделескенде уәдеде тұратын, сондай-ақ таршылық көргенде, дертке шалдыққанда әрі соғыс жағдайында шариғат жүктеген міндеттерді мейлінше толық орындауға тырысып, сабырлылық һәм табандылық танытқан жандардың ісі. Туралықтан айнымай сөздерінде, істерінде, құлшылықтарында һәм сенімдерінде шынайылық танытқан жандар, міне солар. Олар Аллаға тиісінше тағзым ететін һәм күнә атаулыдан барынша сақтанатын нағыз тақуалар. Тағы мынадай аяттар бар. Алла араларындағы шынайы иман келтіргендердің, әсіресе өздеріне ілім берілген білімпаздардың дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Күллі аспан әлемі мен жердің бар мұрасы бір Аллаға тиесілі болып, ондағы барлық нәрсе түбінде Аллаға қалатынын біле тұра, неліктен Алла жолында зекет, садақа бермейсіңдер? Араларыңдағы алдағы барлық жеңістердің басы болған ұлы жеңістен бұрын дүние мүлкін дін жолында жұмсаған әрі соғысқан жандар өзгелермен тең болмайды. Олар ұлы жеңістен кейін дүние мүлкін дін жолында жұмсаған әрі соғысқандардан дәреже жағынан әлде қайда биік тұрады. Дегенмен Алла олардың барлығына да ең керемет сый уәде етеді. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Олардың, яғни адамдардың Алла алдындағы дәрежелері әрқилы. Пайғамбарымыз айтқан: иман жалаңаш, оның киімі тақуалық. Иманның 70-тен аса бұтағы бар. Ең кішкентайы жолда, мұсылмандарға кедергі болатын нәрселерді алып тастау деген. Бұл хадистер иманның толық болуы жақсы істермен тығыз байланыста екенін көрсетіп тұрады. Иманның толық болуы үшін пенде екіжүзділіктен және ел көрсін деп істеуден аулақ болуы керек. Бұл туралы Алла елшісі былай деген: 4 нәрсе кімде болса, ол шынайы мұнафық. Тіпті ол ораза ұстап, намаз оқып, өзін мүмін деп санаған болса да, ол шынайы екіжүзді. Олар сөзіне жалған араластырса, берген уәдесінде тұрмаса, аманатқа қиянат жасаса,
біреумен ұрыса кеткенде шектен шықса, мұнафық туралы Алла елшісінің басқа да көп деген хадистері бар. Бұл үмбеттің 200-лерінің көпшілігі Құран оқушылар. Менің үмбетімде ширк Сафа тауындағы құмырсқаның аяқ басқанынан да байқалмайды. Хузайфа пайғамбарымыздың уақытында пенде бір сөз айтқаны үшін өлгенше мұнафық болып саналды. Мен ол сөзді сендердің әрбірлеріңнің ауыздарыңнан күніне 10 мәрте естимін деген. Бір ғалым 200-лікке ең жақын кісі өзін 200-ліктен алыспын деп жүрген кісі деп айтқан. Хузайфа айтады, бүгінгі күнімізде мұнафықтар пайғамбарымыздың заманындағыдан да көп. Бұрынғылар 200-лігін ішінде сақтады. Бүгінгі күні ашықтан ашық 200-лік жасайды. Жасырын мұнафықтық иманның тазалығына және бекемділігіне тосқауыл болады. Мұнафықтан қорыққан кісі одан аулақ болады. Өзінің 200-ліктен алыс екенін айтып жүрген кісі 200-лікке жақын. Хасан Басриге қазір мұнафықтық қалмай қалды деп айтады. Деді. Хасан Басри оған, құрметті бауырым, егер мұнафықтар жоқ болса, жолдар бос қалып, жалғыз жүруден қорқушы едің деді. Хасан Басри не басқа біреу былай деген. Мұнафықтарға құйрық шыққанда жер бетінде аяқ қоярға орын қалмас еді. Абдулла ибн Умар біреудің Хажжажды сынаған сөзін естіп, егер Хажжаж сол жерде сені естіп тұрса, сол сөздеріңді айта алатын ба едің деп сұрады. Ол жоқ деп жауап берді. Сонда Абдулла, біз мынадай нәрсені пайғамбарымыздың кезінде 200-лік деп санаушы едік деді. Пайғамбарымыз бұл дүниеде 2 сөйлеген кісіні Алла қиямет күні 2 тілді қылып қояды деп айтқан. Алла елшісінің тағы бір хадисінде адамдардың ең жамандары біреуге басқа, екіншіге басқа сөз сөйлеген 200-лер деген. Хасан Басриден кейбіреу, біз 200-ліктен қорықпаймыз дейді. Сіз соған қалай қарайсыз деп сұрағанда, ол Аллаға ант етейін, 200-ліктен аулақ екенімді білуім мен үшін жер бетінің алтынға толып тасқанынан да жақсырақ деп жауап берді. Хасан Басридің тағы бір сөзінде тілдің жүрекпен, ішкі дүниенің сыртқы көрінісіңмен дәл келмеуі 200-ліктің белгілерінен деп айтылады. Бір кісі Хузайфаға мен мұнафық болғаннан қорқып жатырмын дегенде, Хузайфа, егер сен мұнафық болсаң, мұнафықтықтан қорықпаушы едің. Өйткені мұнафық 200-ді болып қалдым ба деп қорықпайды деп жауап берді. Ибн Абу Мулайққа пайғамбарымыздың 130 сахабасын жолықтырдым. Олардың бәрі де мұнафықтан қорқушы еді деген. Риуаятқа қарағанда бір күні пайғамбарымыз сахабалармен отырғанда біреу туралы сөз болып, сахабалар оны қатты мақтады. Міне сол сәтте әлгі кісі де шыға келді. Ол жаңа ғана дәрет алған екен. Жүзінен су тамшылап, аяқ киімдерін қолына ұстап алыпты. Маңдайында сәжденің ізі бар еді. Сахабалар Алла елшісіне, саған айтқан кісіміз сол деді. Пайғамбарымыз, мен оның жүзінен шайтанның белгісін көріп тұрмын деді. Әлгі кісі келіп сәлем беріп, сахабалардың жанына орын алды. Пайғамбарымыз, Алла үшін сенен сұрап жатырмын, шындықты айт. Бұл жерге келе жатқанда ішіңнен бұлардың арасында менен жақсысы жоқ деп ойладың ба деп сұрады. Ол иә деп жауап берді. Сонда Алла елшісі, уа жаратқан Алла, білген және білмеген нәрселерім үшін сенің кешіріміңді тілеймін деп дұға қылды. Сахабалар қорқып жатырсың ба деп Алла елшісінен сұрағанда, ол қайтып қорықпайын, жүректер Алланың қолында емес пе, оларды қалаған жаққа бұрады деді. Алла тағала сол күні оларға Алла тарапынан ойларына да кіріп шықпаған нәрселер, яғни азап түрлері көлденең тартылатын болады деген. Бұл аяттың түсіндірмесі бойынша олардың жақсы деп ойлаған кейбір істері ақыретте таразыға қойылғанда жамандық болып шығады. Сири Сақати, біреу бізге белгілі болған барлық құстардың түрі қонған бақшаға кіргенде, әрбір құс әртүрлі тілмен «Ассалауму алейкум, ей Алланың досы» деп оған тіл қатса,
және ол кісі соны жақсы көрсе, онда ол құстардың тұтқыны болады деген. Жоғарыдағы хадис және өнегелі сөздерден екі жүзділіктің қандай жаман нәрсе екенін жақсы түсіндің. Қарашы, Әзірет Омардай ұлы адам да Хузайфадан өзінің мұнафық болып болмағанын сұрап жатыр. Әбу Сүлеймен Дарани бір патшаның бір сөзіне қарсы шығайын деп, бірақ мені өлім жазасына тартып жіберерінен қорықтым. Өлімнен емес, жаным шығып жатқанда басқалардың алдында менсіп кетем бе деп қорқып, патшаның сөзіне қарсы шығудан бас тарттым деген. Мұнафықтық екі түрлі. Біріншісі кісіні діннен шығарып, кәпірлердің арасына қосады және мәңгілік тозақлардан қылады. Екіншісі пенденің тозаққа түсуін не ұлылардың дәрежесінің төмендеуіне және сыддықтардың дәрежесінен төмен болып қалуына жол ашады. Өсектің жамандығы. Алла тағала өсектеуді Құранда сынға алып, бауырының өлігінің етін жегенге ұқсатады. Бір-біріңді аңдымаңдар және бір-біріңнің ғайбаттамаңдар. Қайсы бірің болмасын, өлген бауырыңның етін жегенді ұната ма? Әнекей, бірден жиіркендіңдер. Ендеше Алладан қорқыңдар. Шүбәсіз, Алла тәуәп, құлдарының тәубелерін қабыл етуші, рахим, ерекше мейірімді. Пайғамбарымыз мұсылманның барлық нәрсесі, қаны, мал-мүлкі және ар-намысы басқа мұсылманнан үшін харам деген. Өсек ар-намысқа да тиесілі. Пайғамбарымыз бір-бірлеріңе көре алмастық қылмаңдар, бір-біріңе кек сақтамаңдар, өтірік алатындай болып тауардың бағасын көтермеңдер, бір-бірлеріңді өсектемеңдер, Алланың өзара бауыр пенделері болыңдар деген. Пайғамбарымыз біреуді өсектеуден сақтаныңдар, өйткені ол зинадан да ауыр күнә. Пенде зина жасауы мүмкін және тәубе жасаса, Алла оның тәубесін қабыл алады. Бірақ өсектелген кісі кешірмейінше, өсекші кешірілмейді деп айтқан. Әнәс риуаят етеді. Алла елшісі Миғраж түні өзінің жүзін тырнаған кісілерді жолықтырдым. Уа Жәбірейіл, бұлар кімдер деп сұрасам, бұлар басқаларды өсектегендер, басқалардың ар-намысына тіл тигізгендер деп жауап берді деген. Сүлеймен ибн Жабир риуаят етеді. Пайғамбарымызға барып, маған пайдалы нәрселерді үйрет дедім. Ол маған су сұраған кісіге шелегіңдегі суды құйып беру, мұсылман бауырыңды жылы жүзбен қарсы алу және оның артынан өсектемеу сияқты ешбір жақсы істі маңызсыз деп есептеме деп насихат айтты. Бара риуаят етеді. Пайғамбарымыз бізге сөйлеп жатып, үйдегі әйелдер де естісін деп даусын қатты шығарып айтты. Уа, тілімен иман келтіріп, жүрегімен сенгендер, мұсылмандарды өсектемеңдер, олардың айып кемшіліктері туралы сөйлемеңдер. Кім мұсылман бауырының айыбын шұқса, Алла да оның айыбын іздейді. Алла кімнің айыбын іздесе, оны үйінің ішінде ақ ұятқа қалдырады деді. Риуаятқа қарағанда Алла тағала Мұсаға, кім өсектен тәубе жасап өлсе, ол пейішке кірушілердің ең ақырғысы болады. Кім өсектен тәубе жасамай өлсе, ол тозаққа кірушілердің ең біріншісі болады деп уахи қылған. Әнәс риуаят етеді. Пайғамбарымыз барлығына бір күн ораза ұстауға бұйырып, ешкімменен рұқсатсыз аузын ашпасын деген еді. Сол күні бәрі ораза ұстады. Шам болғанда бір кісі келіп, уа Расулалла, бүгінгі күнім оразамен өтті, рұқсат берсең ауыз ашайын деді. Алла елшісі оған рұқсат берді. Оның артынан тағы біреу, артынан тағы басқалар келіп жатты. Сол сәтте тағы бір кісі келіп, уа Расулалла, бала-шағамның арасында екі қыз бар. Бүгінгі күнді оразамен өткізді. Рұқсат алғалы келе алмады. Рұқсат берсеңіз, олар да аузын ашсын деп өтінді. Пайғамбарларымыз оған рұқсат бермеді. Ол кісі өтінішін қайталады. Алла елшісі оған тағы да рұқсат бергісі келмей тұрды. Әлгі кісі өтінішін үшінші мәрте сұрағанда, пайғамбарымыз,
олар ораза ұстаған жоқ. Күндіз басқалардың етін жеп, өткізген кісі ораза ұстаған болып саналмайды. Оларға барып, егер ораза болса, енді құсыңдар деп айт, деді. Барып, пайғамбарымыздың бұйрығын айтты. Олар құсқанда ауыздарынан бөлек-бөлек ұйыған қан түсті. Ол кісі Алла елшісіне қайтып барып, болған оқиғаны айтып берді. Пайғамбарымыз: Аллаға ант етейін, егер іштерінде де сондай қан қалған болса, оларды тозақ оты ғана жейді, деді. Басқа бір риуаят бойынша пайғамбарымыз ол кісіге қарамай қойғанда, ол пайғамбарымызға келіп: «Уа Расулалла, қыздар аштықтан өлетіндей болды», дейді. Сонда пайғамбарымыз: «Оларды осы жерге алып кел», деп айтты. Қыздар пайғамбарымызға келгенде, пайғамбарымыз бір табақ алып келіп, олардың біреуіне құс деді. Ол құсқанда аузынан табақ тола қан, ірің ақты. Содан соң екіншісін құстырды. Оның аузынан да осындай нәрселер ақты. Сонда Алла елшісі: бұл екеуі Алла адал қылған нәрселерді жеп ішпей ораза ұстады. Бірақ Алла арам қылған нәрселермен ауыз ашты, басқалардың етін жеді, деді. Анастың басқа бір риуаятында былай деп айтылады. Пайғамбарымыз бір құтбасында өсімқорлық және пайыз өсімінің жамандығы туралы, адамның өсімқорлық жолымен тапқан бір теңгесі Алланың алдында күнә жағынан 36 мәрте зина жасағанынан да өте үлкен күнә, пайыз өсімінің ең жаманы мұсылманның намысына тию, деп айтты. Сөз тасушылық қандай жаман! Алла тағала былай деген: өзгелерді кемсітіп, ар намысқа тиетінің, сөз тасығыш өсекшінің, үнемі жақсылықтың алдын кес-кестейтінің, шектен шыққан әрі күнәға белшесінен батқан залымның, қатыгез озбырдың, сондай-ақ тексіздің, дәулетті һәм әулетті екен деп ырқына бағынба. Әрбір ел жұртты менсінбей, сынап мінеуші, ишарамен ымдап келемеждеп, кемсітушінің жағдайы қандай өкінішті. Алла күпірлікке белшеден батқандар үшін Нұхтың әйелі мен Лоттың әйелін мысалға келтірді. Екеуі де құлдарымыз арасындағы екі ізгі құлымыздың некелі жары еді. Алайда олар күпірлікке бой алдырып һәм дін дұшпандарына болысып, жұбайларына опасыздық жасады. Жұбайлары пайғамбар болса да, ол екеуін Алланың жазасынан арашалап қала алмады. Сөйтіп екеуіне тозаққа кіретіндермен бірге сендер де кіріңдер деп айтылды. Риуаятқа қарағанда Лоттың әйелі Лоттың қонақтары келгенде білдіртпей кәпірлерге хабар берді. Нұхтың әйелі болса күйеуін жынды болып қалған деп айтты. Пайғамбарымыз сөз тасушы пейішке кірмейді деп айтады. Тағы бір хадисте Аллаға ең сүйіктілердің мінезі жақсы болғандарың, отбасының алдындағы міндеттерін орындағандарың, ынтымаққа шақырғандарың және ынтымаққа келуге әрекет жасағандарың, Аллаға жек көрініштілерің, анаған-мынаған сөз тасығандарың, жамандық жасағандарың және пәк, таза кісілерді қаралауға әрекет жасағандарың деп айтылады. Пайғамбарымыз кім бір мұсылманның абыройын түсіру үшін жоқ жерден айыптаса, Алла сол үшін оны тозаққа түсіреді деген. Тағы бір хадисте кім бұл дүниеде біреудің абыройын түсіру үшін негізсіз сөз жайса, сол сөзі үшін ол кісіні қиямет күні Алла тағала тозаққа тастап қор қылуы анық болады деп айтылған. Пайғамбарымыз кім бір мүмін туралы жалған куәлік етсе, тозақтан өзіне орын таңдасын деген. Риуаятқа қарағанда қабір азабының 3/3 сөз тасушылық үшін болады. Алла елшісі былай деген: Алла тағала пейішті жаратып тұрып оған сөйле деді. Пейіш маған кірген бақытты болады деп айтты. Сонда ұлы жаратқан ұлылығыма ант етейін, 8 түрлі кісі сенде өмір сүре алмайды. Олар үздіксіз ішімдік ішкендер, зинақорлықты тастамағандар, сөз тасушылар, әйелін басқадан қызғанбағандар, қатал жасауылдар, қыз-текелер, туған туыстарымен қарым-қатынасты үзгендер, Алланың атына сөз беріп, оны орындамағандар деді.
Кағбул Ағбардың айтуы бойынша, бір уақыттарда Исраил ұлдары қатты құрғақшылыққа ұшырайды. Мұса бірнеше мәрте жаңбыр тілеп дұға қылады, бірақ еш жаңбыр жаумай қояды. Алла тағала Мұсаға араларыңда сөз тасушылықты тастағысы келмеген біреу тұрғанда, сенің де жаныңдағылардың да дұғасын қабыл алмаймын деп уахи қылады. Сонда Мұса, оның кім екенін маған білдірсең, бөліп тастайын деп жалбарынады. Алла тағала: уа Мұса, сендерге сөз тасушылықты тыйым салып жатып, өзім сөз тасушы болайын ба дейді. Одан кейін елдің бәрі бірге дұға жасағаннан кейін жаңбыр жауды. Риуаятқа қарағанда, бір кісі 7 мәселе туралы білу үшін 700 фарсақ қашықтықтағы данышпанға жолыққалы барады. Оған барып, Алла саған берілген ілімнен пайдалану үшін келдім. Айтсаңыз, аспаннан ауыр не, жерден кең не, теңізден бай не, оттан ыстық өртегіш не, аяздан салқын не, тастан қатты не, жетімнен өткен байғұс кім деп 7 сұрақ береді. Данышпан оның сұрақтарына былай деп жауап береді: күнәсіз кісіге жабылған жала аспаннан да ауыр, ақиқат жер бетінен де кең, қанағатшыл кісінің жүрегі теңізден де бай, көре алмастық және қызғаныш оттан да ыстық, туған туыс тарапынан қамтамасыз етілмеген мұқтаждық аяздан да салқын, кәпірдің жүрегі тастан да қатты. Сөз тасушылығы әшкере болып қалған кісі жетімнен өткен байғұс. Шайтанның дұшпандығы. Пайғамбарымыз: жүректе 2 түрлі түрткі болады. Періштеден болғанда жақсылық жаққа жетектейді. Ішінде сондай түрткіні сезген кісі мұны Алладан деп біліп, оған шүкір қылсын. Екіншісі дұшпаннан, жамандыққа жетектеуді, ақиқатты жалғанға шығаруды және жақсылықтан аулақ болуын көңілге салады. Ішінде сондай нәрсені сезген пенде лағнеттелген шайтаннан Аллаға сыйынсын деген соң, шайтан сендерді зекет, садақа берсеңдер, дүниелерің ортайып қалады деп кедейлікпен қорқытады. Сондай-ақ сендерге сараңдықты, дүниелеріңді күнәлі, арсыз істерге жұмсауды бұйырады. Алла тағала болса, сендерге өз тарапынан кең кешірім және мол шарапат уәде етеді. Алла уасих, өте кең, асқан жомарт, алим, құлдарының барлық жай-күйін, кімнің дүниесін қандай жолда жұмсап жүргенін өте жақсы білетін, шексіз ілім иесі деген аятты оқыды. Хадистегі түрткілер туралы Хасан Басри былай деген: олар жүректегі 2 түрткі, бірі Алладан, екіншісі дұшпаннан. Жүрегіне түрткі болғанда оған көңіл бұрып, Алладан болғанын алып, шайтаннан болғанына қарсы күрескен кісілерге Алланың мейірімі төгілсін. Жабир ибн Убайд айтады: Алла ибн Зиядқа: мен көкірегімде шайтанның азғыруын еш сезбеймін дедім. Ол маған: жүрек ұрылар кірген үйге ұқсайды. Онда бір нәрсе тапса, тінтіп іздейді, таба алмаса, тастап шығып кетеді деп жауап берді. Бұдан төмендегідей мағына шығаруға болады: нәпсіге мойынсұнбаған жүректі шайтан азғыра алмайды. Міне сондықтан Алла тағала шайтанға: менің ықыласты һәм маған толық мойынсұнған құлдарыма сенің ешқандай ықпалың жүрмейді. Сенің ықпалың тек өзіңе ерген адасқан азғындарға ғана жүретін болады деген. Нәпсісіне ерген кісі Алланың құлы емес, нәпсінің құлы. Сондықтан Алла оны шайтанның шабуылдарынан қорғамайды. Өз әуейлігімен тәңір тұтып, көңілі соққан нәрсенің құлы болған, сондай-ақ ақ пен қараның, ақиқат пен жалғанның парқын білсе де, Алланың өзі адастырып, құлағымен жүрегін мөрлеп, көзін перделеп тастаған бейбақты көрдің бе? Оны Алланың өзі адастырғаннан кейін тура жолға кім түсіре алады дейсің? Міне, осының өзін ойлап, ғибрат алмайсыңдар ма? Бұл аят нәпсіге табынған пенде Алланың емес, нәпсісінің құлы болатынын ашық айқын баяндап тұр. Амр ибн
ас пайғамбарымызға: «Уа Расулалла, шайтан мені намазынан және намаздағы қыраатымнан алаңдатты» деген еді. Пайғамбарымыз: «Мұны шайтан дейді, оны бекер шошқа демейді, оны сезгеніңде Аллаға сыйын, сол жағыңа 3 мәрте түкір» деді. Әмір ибн Ас: «Мен кейін осылай жасадым, Алла оны менен аулақтатты» деп еске алған. Тағы бір мағлұматтар бойынша, дәрет алған сәтінде кісіні күмән ойларға салып қинайтын бір шайтан бар. Ол Уалахан деп аталады. Одан Аллаға сыйыныңдар деп айтылған. Алланы еске алып, оны зікір қылған кісінің жүрегінен шайтан орын таба алмайды. Шайтанның көңілге күмән тудырған азғыруынан сақтану үшін Алланы зікір қылып, Аллаға сыйыну керек. Тақуалы кісілер ғана бұл дұғаны өздеріне әдет қылып алады. Пенде дүбәрә болып, не қыларын білмей, аңтарылып тұрған сәттерінде шайтан оларды азғыру үшін айналшықтайды. Сондықтан Алла тағала Аллаға тиісінше тағзым ететін, оған қарсы келуден һәм азабынан барынша сақтанатын тақуалы жандарға шайтанның қандай да бір азғыруы, әзәзіл ой келе қалса, бірден өз-өзіне келіп, Алланы еске алады. Сонда көкірек көздері бірден ашылып, ақиқатты анық көре алатын болады, деген. Мужахид әзәзіл шайтанның кесірінен деген мағынадағы аятқа тоқталып, шайтан көңілге күмән салып, азғыру үшін әрдайым дайын тұрады. Алланы зікір қылғанда оның әсері жоғалады. Алланы еске алмаған кісінің жүрегін түрлі күмәндар қаптайды. Алланы зікір қылуды және шайтан жүрекке салған күдікті ойды қараңғы мен нұрға, түн мен күндізге ұқсатуға болады, деген. Бұл екі нәрсе бір-біріне қарама-қарсы болғаны үшін Алла тағала оларды әзәзіл шайтан билеп әкетті де Алланы еске алуды ұмыттырды. Олар шайтанның одақтастары. Біліп қойыңдар, шайтанның жақтастары үнемі жеңіліс табады, деп айтқан. Әнәс ибн Маликтің айтуы бойынша, пайғамбарымыз: «Шайтанның тұмсығы адамзаттың жүрегінің үстінде. Егер пенде Алланы зікір қылса, шайтан әсер ете алмай қалады. Егер Алланы ұмытса, шайтан оны қолға түсіреді», деген. Ибн Уаддах риуаят еткен бір хадисте былай деп айтылады: «Адам 40 жасқа шыққанға дейін тәубе жасамаса, шайтан оның жүзін сипап: «Уа әкем, бұл тұзақтан құтыла алмаған кісінің жүзі», дейді». Пайғамбарымыз: «Шайтан адам баласының қан тамырларымен жүреді, сондықтан аштықпен оның жолдарын тарылтыңдар», деген. Өйткені аштық пенденің асау құмарлықтарын ауыздықтайды, нәпсінің қалаулары жүректі иленіп алғаны. Шайтанның ол жерде өз іс-әрекетін жүргізіп жатқанын білдіреді. Сол себепті Құранда Ібліс: «Ендеше мені азғырып, адастырғаның, яғни сынап сүріндіргенің үшін ант етемін, мен де оларды тынбай азғырып, адастыру үшін сенің тура жолыңа кесек көлденең деп отырып аламын. Содан кейін олардың кейде алдынан, кейде артынан, кей кезде оң жағынан, кей кезде сол жағынан келіп азғырамын. Нәтижеде олардың басым көпшілігін шүкіршілік айтатын құлдарың ретінде көре алмайсың», деді, деп айтылады. Алла елшісі айтады: «Шайтан адамзатқа көп жағынан шабуыл жасайды. Басқа діннен ислам дініне өтіп жатқан кісінің көкірегіне күмән салуға әрекет жасап, бұрынғы дініңді және ата-бабаларыңның дінін тастап, мұсылман болғалы жатырсың ба», дейді. Ол шайтанға құлақ салмай мұсылман болады. Содан соң шайтан оның хижрат қылған жолын кес-кестеп, ел жұртыңды тастап, хижратқа шықтың ба деп айтады. Ол тағы да құлақ салмай, хижрат жасап кете береді. Содан соң шайтан пендені жихад жолынан шығып, жихад жасап жатырсың ба? Бұл сенің мал жаныңды талап етеді. Сен басқаларды өлтіресің, не басқалар сені өлтіреді. Содан соң әйеліңді басқалар алып, мал-мүлкіңді басқалар бөліп алады, дейді. Бірақ мұсылман соған да азғырылмай, күреске қатысады. Содан кейін пайғамбарымыз: «Кім сол сатылардың бәрін басып өтсе, Алланың оны пейішке кіргізуі анық болады», деп сөзін қорытындылады. Алланы сүю және нәпсіні тыю.
Суфиянус Саури Алланы сүю, Алла елшісіне еру деген. Басқа бір көзқарас бойынша әрдайым Алланы зікір қылу деп айтылады. Тағы біреулердің айтуынша сүйіктіні басқа нәрселерден артық көру, немесе тағы бір анықтама бойынша бұл дүниеде қалуды жақсы көрмеу деп түсіндіріледі. Жунайд Бағдади былай деген: басқа нәрселерге көңілдеген пендеге Алла өзінің сүйіспеншілігін арам қылады. Басқа нәрсеге бағытталған сүю ол нәрсенің жоқ болуымен бірге аяқталады. Зинун Мисри Алланы сүйгендей көрінгендерге айтып қой, Алладан басқаға бас имесін деген. Рәбия Адауия бір күні бізді кім сүйіктімізге алып барады дегенде, бір күні сүйіктіміз бізбен бірге, бірақ дүние бізді одан ажыратты деген. Ибн Жала айтады: Алла тағала Исаға бір жүрекке қарап, оның ішінен бұл дүние мен ақырет сүйіспеншілігін таба алмасам, оны маған деген сүюмен толтырамын және қорғауыма аламын деп уахи қылған. Риуаятқа қарағанда Зинун Мисри бір күні Алланы сүю туралы сөйлеп жатқанда алдына бір шымшық қонып, жерді шоқи бастайды. Бір кезде ол тұмсығы қанап, қансырап өледі. Ибрахим ибн Адхам: уа жаратқан Алла, маған нәсіп еткен өзіңді сүю, сені зікір қылуға құмарлығым және ұлылығың туралы ой жүгіртудің жанында пейіш мен үшін шіркейдің қанатындай да маңызы жоқ екенін білесің дейді. Сири айтады: Алланы сүйген өмір сүреді, дүниені сүйген адасады. Ақылсыз пенде мағынасыз таң атырып, күн кешіреді. Ақылды кісі өз кемшілігін іздейді. Пенденің өз нәпсісін сұраққа алуы туралы Алла тағала: уа иман келтіргендер, Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер және оған қарсы келуден сақтаныңдар. Әркім ертеңгі ақыреті үшін не жолдағанына көңіл аударсын. Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер және оған қарсы келуден сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар деп айтқан. Бұл аят жасаған істерді бақылаудың, өткізудің зәрулігін көрсетеді. Міне сол себептен Әзірет Омар есепке тартылудан бұрын өздеріңді өздерің сұраққа алыңдар. Жасаған істерің таразыға тартылудан бұрын өздерің таразылаңдар деп айтқан. Бір кісі Алла елшісіне келіп: уа Расулалла, маған насихат айтыңыз дейді. Пайғамбарымыз оған: сен шынымен де кеңес сұрап жатырсың ба дейді. Оған: бір іс жасайтын кезде нәтижесін жақсылап ойлан, тура болса баста, жаңылыс болса таста деп айтады. Хадисте айтылғанына қарағанда ақылды кісінің уақыты 4-ке бөлініп, бір бөлігінде өзін өзі сұраққа алуы керек. Алла тағала былай деген: уа мүміндер, күнәларың үшін өкініш білдіріп, бәрің бір ауыздан Аллаға тәубе етіңдер, сонда ғана азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Тәубе бір күнә істі қылып қойғаннан кейін оған өкіну. Пайғамбарымыз: мен күніне Аллаға 100 мәрте тәубе келтіремін деген. Тағы бір аятта Аллаға тиісінше тағзым ететін, оған қарсы келуден һәм азабынан барынша сақтанатын тақуалы жандарға шайтаннан қандай да бір азғыру, әзәзіл ой келе қалса, бірден өз-өзіне келіп, Алланы еске алады деп айтылады. Риуаятқа қарағанда Омар әр күні түнде өзінің аяғын қамшымен ұрғылап, бүгін не қылдың дейді екен. Маймун ибн Махран: пенде бір істескен серіктесімен есептескендей, не одан да өткен шеберлікпен өзін-өзі есепке тартпайынша тақуа бола алмайды. Серіктестер әрбір істің кейін есептеседі деп айтқан. Әбу Тальха үйінің бақшасында намаз оқып жатса, бір құс оның көңілін бөледі. Ғибадат кезінде өзін пұшайман қылған сол оқиға үшін кейін ол бақшаны мемлекеттің қазынасына өткізіп жіберуі де үлкен тақуалықтың мысалы болып саналады. Риуаятқа қарағанда Ибн Салямның отын көтеріп бара жатқанын көрмегендер: уа Әбу Юсуф, бұл істі жасайтын бала шағаң, құлдарың бар емес пе дейді. Сонда Ибн Салям: осы ісіме кедергі болар ма екен деп, нәпсімді сынағым келген деп жауап береді. Хасан Басри: мүмін өз нәпсісін басқарып, оны Алла үшін сұраққа алған кісі
бұл дүниеде өзін сұраққа алатын кісілердің ақыреттегі сұрағы жеңіл болады. Нәпсісін сұраққа алмай өмір өткізгендердің қиямет күні сұрағы да ауыр болады деген. Хасан Басри сөзін одан ары жалғап, нәпсіні сұраққа алу туралы төмендегілерді айтады. Мүмін нәпсісіне ұнаған нәрсеге кенеттен ұшыраған кезде ішінен Құдай куә, сен маған ұнап тұрсың, сен маған керексің, бірақ сені мен менің арамда тосқауыл бар деп айта алса, міне сол нәрсе нәпсіні сұраққа алу болып саналады. Кейде пенде бір нәрседен тым шектен шығып кетіп, ішінен неге бұлай жасадым екен, соған ешқандай себеп жоқ болды, Құдай ақы. Бұл істі екінші қайталамауға ант беремін деп жіберген кемшілігіне өкінгенін білдіреді. Әнәс ибн Малик былай деп айтады. Бір күні Әзірет Омар үйден шығысымен мен де оның артынан шықтым. Ол бір бақшаға кіріп кетті. Арамызда дуал бар еді. Дуалдың артынан оның уа Хаттаб, ұлы Омар, мүміндердің басшысы, не Алладан қорқасың, не азапқа ұшырайсың деді. Өзін-өзі жазғырушы нәпсіге де серт деген мағынадағы аят туралы Хасан Басри былай деген. Мүмін пенде сол сөзді неге айттым екен, сол тамақты неге жедім, сол ішімдік неге іштім екен деп әрдайым өзін кінәлап тұрады. Ал енді күнәһар кісі болса, өзін сынға алмай өмірін өткізеді. Малик ибн Динар сол кемшілікті жіберген сен емес пе едің деп өзін кінәлап, содан соң Алланың кітабының бұйрықтарына бас иіп, нәпсісін Алланың кітабына сай жөнге салған пендеге ұлы жаратқан өзі рахым қылсын. Нәпсіні кінәлау солай болады деген. Маймун ибн Махран айтады. Тақуалы кісі өзін залым патша және сараң ортағынан да қаттырақ есепке тартады. Ибрахим ат-Тайми бір мәрте нәпсімді пейіште жүргендей көрдім. Пейіштегі жемістерден жеп, дарияларынан ішіп, хор қыздарымен ойнап жүріппін. Тағы бір мәртесінде тозақта жүргендей болдым. Зақумнан жеп, ірің ішіп, шынжыр кісендерді көтеріп жүріппін. Нәпсімнен, ей нәпсім, не қалайсың деп сұрасам, дүниеге қайтып, жақсы істерді жасағым келеді деді. Олай болса, аман-есен дүниеде жүрсің, мүмкіндік қолыңда тұрғанда жақсы істерді жаса дедім, деп еске алады. Малик ибн Динар Хажжаш бір құтбасында басқаның сұрағына қалмай тұрып, өзін сұрақ қалған пендеге Алла рахым қылсын, жасаған істерін ықтиятты жасаған кісіге Алла рахым қылсын, өлшеп тартқан нәрселеріне ықтиятты қараған пендеге Алла рахым қылсын деді. Оның осы айтылған сөздері мені жылатты деп айтқан. Ахнаф ибн Қайыстың достарының бірі баяндайды. Онымен бірге жүріп, түнгі намаздарының көпшілігінде дұға қылғанына куә болдым. Сондай-ақ ол шырақтың жанына келіп саусағын күйгенге шейін отқа тосып, содан соң өзіне өзі, ей Ахнаф, пәленше күні пәлендей күнәні, түгенше күні түгендей күнәні неге жасадың деді.